Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда өте биік болып шығатын, әрі өте дәмді болып шығатын жұмсақ шоколадты пирогтың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Дәмі өте ерекше, және осы видеоны соңына дейін толық көру үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқа, қантты саламыз және венчикпен жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксердің керегі жоқ, венчикпен жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше мұқият жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болдық, үстіне сүтті құямыз. Сұйық май және тағы жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Ұнға какаоны және қопсытқышты саламыз. Жақсылап біріктіріп араластырамыз. Массамызға ұнды 1-2 бөліп, електен өткізіп саламыз. Яғни біздің пирогымыз жақсы көтерілу үшін міндетті түрде електен өткізіңіздер. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті ингредиенттерді, достар, төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Мінекей ұнымыздың барлығын салдық, жақсылап араластырамыз. Массамыз қою болу керек. Біздің массамызда түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап мұқият араластырамыз. Неге араластырып болдық? Массамыз дайын. Енді формамызды дайындаймыз. Астына пергамент қағазын төсейміз. Және массамыздың барлығын түгел құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында әр пештің қызуына байланысты 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осы орайда пропиткаға кофеге ыстық суды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер қара кофе болса, міндетті түрде қант қосып жіберіңіздер. Менде 3 в 1 болғандықтан қайнаған су қостым және жақсылап мұқият түйіршік болмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Пісіп шыққан, суыған пирогымызды осындай спашканың көмегімен барлық жерін тесіп шығамыз. Тесіп шықтық. Мінекей пирогымызды енді пропитка береміз.
Мінекей барлық жеріне түгел жаңағы кофемізді түгел жағып шығамыз. Енді шоколадымызды су буында жақсылап ерітеміз. Еріп болған шоколадқа сливки қосамыз. Аз ғана сливки қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Яғни глазур дайындаймыз біз, сливки және шоколадты бірге жақсылап біріктіреміз. Яғни пирогтың бетіне глазур дайындайтын боламыз. Мінекей достар, шоколадный глазурды осылай жағып шығып, әсемдеп қойдық. Яғни мінекей шоколадты пирогымыз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап, дайындап көріңіздер. Дәмі де өте ерекше, әсіресе балалар өте сүйіп жейді. Мінекей осылай әсемдеп, әрлеп қойсаңыздар болады. Сіздер де жасап, дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнап жатса, видеоның астына пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Мінекей қазір кесіп көрсететін боламын. Мінекей өте биік болып шығады, әрі жұмсақ, әрі оңай, тез дайын болады. Барлықтарыңызға ас болсын.